فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендерге Алла алдындағы ең таза, ең қайырлы дәрежелеріңді көтеретін алтын мен күмістен садақа беруден де, тіпті жауларыңменен шайқасып, оларды өлтіруден де, немесе сол жолда жан тапсырудан да жақсы амал жайлы айтайын ба дегенде, сахабаларымыз: "Уа Расулаллах, бұл амалды бізге жеткізіңіз" деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол Алланы зікір ету деді. Яғни бұл хадистің өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зікір айтқан кісілердің бар, оларға берілетін Алла Тағаланың құзырындағы ерекшелік дәрежесін көтеріп, яғни тіпті садақа беруден де, Алла жолында жихад етуден де зікірдің айтудың ерекшелік жайында тоқталып өтті. Бұл деген сөз басқа амалдардың бәрін жиыстырып тек қана зікір айту деген сөз емес. Яғни шариғатымызда зікірдің орны ерекше екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы бір хадисімен үмбеттеріне жеткізген еді. Жалпы зікірді жүрекпен, тілмен айтуға қатысты, яғни бұл жерде бір тоқтала кететін мәселе бар. Жалпы әдетте зікірді көпшілігіміз неге дағдыланғанбыз? Зікірді тілмен айтуға дағдыланғанбыз. Жалпы зікір екі нәрсемен жасалады: не жүрекпен жасалады, не тілмен жасалады. Бірақ ғалымдарымыз айтады, сол ғалымдарың имам ан-Науави айтады, Алланы еске алу тілмен де, жүрекпен де орындалу керек дейді. Алланы еске алу тілмен де айтылу керек, жүрекпен де айтылу керек дейді. Ең абзалы тіл мен жүректі қатар қолдану. Яғни сіз Алланы зікір етіп жатқан кезде, кез келген зікір айтып жатқан кезде, яғни сіздің тіліңіз бен жүрегіңіздің ортасына байланыс болу керек. Ойыңыз басқа жақта, тіліңіз Алла жақсы, оны ешкім сен зікірің қабыл емес деп айта алмайды. Бірақ екеуі бір үлессе, екеуі жүрек менен тілдің ортасындағы айтылған зікірде, яғни бұл үлкен бір адам баласы үшін керемет бір адамның бойындағы әсер қалдыратындай сонда бір сәтті айтады. Яғни бұл зікір айтудағы тіл менен жүректің ортасындағы байланыс болу керектігін айтады имам ан-Науави. Егер біреуіменен ғана шектелу керек болса, егер сіз мәселен тіліңізбен бе, жүрекпенен бе, қайсымен айтқан дұрыс десе, имам ан-Науави айтады, әрине жүрекпен зікір айтқан әлдеқайда жақсы.